Баршаңызға сәлем, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді фрикаделька қосылған сорпаның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер және жасап көріңіздер. 500 грамм фаршымызға майдалап туралған пиязымызды қосамыз. Менде көк пияз, солай қоссаңыз болады. Татымына қарай тұз, бұрыш, паприка қосып, фаршымызды араластырып, видеодағыдай дөңгелекте фрикаделькаларымызды жасап шығамыз. Суымызды қайнатып, жаңағы дайындаған фрикаделькаларымызды саламыз да бір бұрқ еткесін көбігін алуды ұмытпаймыз. Сосын астын жай басып, қақпағын жауып 10 минуттай қайнатамыз. Сол арада біз сәбізімізбен пиязымызды қуырып аламыз. Майды қыздырып, майдалап туралған пияз бен сәбізді әбден жұмсарғанша қуырамыз. Дәмдеуіш қосамыз. Менде вегетта дәмдеуіші. Осылайша шамамен 7-8 минуттай қуырамыз. Ал енді сорпамыздың үстіне майдалап туралған картобымызды қосамыз. Лавр жапырағын және қақпағын жауып, тағы да 10 минуттай қуырамыз. Сосын жаңа қуырмашымызды саламыз. Мен піскен күріш қостым. Егер шикі күріш қосатын болсаңыз, картоппен бірге қосып жібересіз. Енді ең соңында сарымсақ, укроп, петрушка және майдалап туралған болгар порошын қосамыз да араластырамыз және 2 минуттай қана пісіреміз де. Сонымен біздің сорпамыз дайын болады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Өте дәмді, балдар сүйіп жейтін тағам және өте жеңіл. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.